Саламатсыздар, урматтуу жолдоштор. Мына биз кайрадан бүгүн өзүбүздүн каналда силер менен жолугушуп жатабыз. Мен ушул кезге чейин силерге Сагынбай Орозбактын варианттын негизинде жазылган өзүмдүн романым жөнүндө азыр көптүк аңгеме куруп берген элем. Мен өзүм айткандай, бул китепти жазгандыгым себеби мына азыр каналды ачып атайын интернеттен чыгып аткан себеби биздин ушул улуу эпосубуз унут болуп калбасын. Себеби азыр балдар китепке анча кызыгышпай калды. Ошон үчүн алар Манас баатырыбыз ким экенин билсин, анын эрктерин билсин, өзүнүн ата теги менен улуу бабалар менен сыймыктансын. Балдарыбыз, Манастай кыздарыбыз каныкейдей мыктуу кыздардан болсун деген максат менен ушул аракеттерди көрүп жатамын. Силер ушуну туура түшүнүп, бул интернет каналдан берилип жаткан ушул көрсөтүүлөр жөнүндө өзүңөрдүн тууган ыктарыңарга, тааныш билиштериңерге айтып, аларга да ушул көрсөтүүнү көргөнгө кеңеш бергиле. Бул жерде айта кеткен нерсе, бул менин китебим Билим берүү академиясы тарабынан кыргыз адабият программасына киргизилгендиктен бул китептин мен муну үзүндүлөрдү окуп берип жатам. Бул китептин романдын өзүн дагы мектеп мугалимдер, кыргыз тили жана адабият мугалимдер өзүнүн ишмерлигинде колдонсо болот. Жана ошол үчүн мына менин көрсөтүүлөрүмдү дагы өздөрүнүн сабактарында, лекцияларында окуу куралы катары колдонсо, Манасты балдар, окуучулар, студенттер жакшыраак үйрөнүш үчүн өбөлгө болот деп ойлойм. Мына мен кыскача кириш сөзүм ушул. Эми болсо мен силерге Манас романын биринчи томун окуп беришти улантайын. Өткөн жолу биз Чийирди менен Жакыптын түшүнө жакшы нышан болуп, балалуу отургандыгы тууралуу кабар келгендиги жөнүндө китепте айтылган эле, ошонун улантысын окуйм. Бакты өлөт бул мезгилде уйкудан эми ойгонгон эле. Ордунан турганда сыртта бирөөнүн кадамдарын үнү угулуп, бирок үйгө кирбестен кайра артка кайтты. Буга таңданган Бакты өлөт эшикке чуркап чыгып, Жакыпты көрдү. Кош келиңиз, бай, деди Токол. Амансыңбы, каралдым? Баары калды Жакып. Бай, бир нерсе ачууңуз келип турабы? Аябай кызартып тарабалыпсыз. Шүмшүк күндөшүңдүн сөзүнө ачууланып жатам. Мынчалык ачуулангандай, ал эмне деди? Мен ага түндөгү көргөн түшүмдү айттым, түшүндүрө баштады Жакып. Түшүмдө асмандагы куштар менен жердеги айбандар коркуп турушкан аябай бактуу бир куш алыпмын. Ошону айтсам, кемпирим өз түшүн айтты. Түшүндө ал ак алма жеп курсагы толуп, артынан ажырап чыгып, ат ордуна болуптур. Ой тобо, кандай сонун түштөр, суктанды Бакты өлөт. Байбичем да ушул сөздөрдү айтты. Ага эмне ачууланып жатасыз? Кантип ачууланбайсың? Чийирди бул ишти жогорутуу үчүн 45 ой деп сунушту. Ушул дагы кеппи? Мындай сөзгө кантип ачууланбайсың? Туурабы, катын? Бай, деди Жакыпка ойлуу караган Бакты өлөт. Бул суроого жооп берүүдөн мурда түшүмдү айтып берейин. Сен да түш көрдүңбү? Таң калды Жакып. Кош, айта бер, кулак сенде. Түшүмдө сиз боз ала туйгунду оң колуңузга алыпсыз. Аны бөпөлөп, үндөп, эмнеге салсаңыз баары жолуңузда далдайып жатты. Туйгун үйдөн туруп талпынса, үйүмдөгү эки кушум кайра качып жалтанышат экен. Көргөн болсоң түшүңдү, оңдосун Кудай ишиңди. Таңданып турамын. Бул ишти жогорутуу үчүн артыраак мал сойсокпу?
не аяйсыз абышқа, бұл ең қалған көп малды. Мұштойды бақ дөйлет. Байбичен қанша мал сой деді. Байталдан сойғын 40 деді. Барым бірдей жық деді. 40 байталды сой десе, қысынған екен байбиче. Байым сағайып болса, 80 байтал сой. Емне? 80 байтал? Көзін чектейді жақын. Күнде шымдай болып, ақылыңнан ажырадың бы? Сен де айтасың сойғым деп, бұл соңылып қалар. Қандай кеп? Ой, білесің бе? Малды бақса сан болады, малды кіші хан болады. Кебіңді қатын албаймын, кейшіне малдың қалбаймын. Кетсе дөйлет қолымдан, кедей болып зарлаймын. Бақ дөйлет бұрқыра ойлап, Жақыптың қолынан қармады. Бай, емне деп жатасыз? 50-ге келген жашыңды естебейсің, білбейсің. Дүние арбын, чала жоқ, үресіз илап бала жоқ. Бай, байбиченің айтқанын қыл, малды аябай қыр. Дөдірәге қап, бір да малды сойбоймын. Тіштерін қычыратып, ачуланған Жақып, көк шепкенін қағынып сілкініп, үйіне жөнеді. Жақып ачусымен үйіне баратқанда алдынан Меңдібайдың денесі шықты. Uzun boylu, kara toğru, çapça, daldaygan Begimcan'ın minözü erkekтердікine оқшош. Oyundasın tarttың бастан бетке айтқандықтан андан елдің көпшілігі айбығып тұрады. Мұны жақсы білген Жақып Begimcan'ın ачуысына тибеген әрекет қылып, аялменен ажылдашу ұшқандан ешбір еркек объект таппай тұрғандығын түсініп, анымен сылық-сыпа сөйлесіп, сыйменен жүртсін. Азырхан саламына араң алик алған Begimcan'ın қызарып татарған беттен үйлай беріп, шішіп кеткен көздерін көріп, Жақып жоғалған баланың айынан ызғычуы башыла тұрғандығына көзі жетті. Ал шерменде болудан чөчелап, ұрысша қатындан құтылуының амалын іздей баштады. Отоғым қарындашым, үйлағандай түрің бар. Сыр бермей сұрады Жақып. Сағайым не болды? Емне болғанын байбішеңіз айтқан жоқ бұ? Ачусын арамтия сұрады Begimcan. Жоқ, қалп айтқанынан қызарып кетті Жақып. Күндесі үйіңізге барсам, құтап жатқан екенсіз. Айтатырған сөздің барын байбішеңізге айтып, қайра баса бердім. Емнен айттым? Кеше үйіңізге келгенде туучына атыңызды байлабай қойыпсыз. Ал чылбырын сүйреп жөнөгөндө бала Меңдібай құнан атымен артынан түшіп, ошондон бери дайынсызчы болду. Өзү да, аты да жоқ. Аябай жаман іш болгон турбайбы? Ооба, өңгүрө ыйлап жиберди Begimcan. Урмат кылып, сыйлап, сизде чөйлөп. А сен мени тоотпой, сөздөрүмү чымын чакканча алып көрбөдүң. Ой, кантет бул? Сөйлей чыкчак. Мен сага эмне жамандык кылдым? Сени дайым урматта жүрөм го. Урматың менен жерге кир, кубаш деп үнүнүн баарынча бакырды Begimcan. Балам кайда? Тапаны какпаш. Ой, ойлонуп сүйлө сөздөрүңдү, карындашым. Ачуусу келди Жақыптын. Мен эмне, балаң атымды карма деп буйрук бердимби? Өз артына кууп кетипти. Баланын бактын билбеген кубаш, ого өтөр чыңырды Begimcan. Биз силерге эмне, малай белек. 50-ден ашык кызматчың бар. Эмнеге ошолорго байлатпадың? Эмнеге чөөлүп жүргөн токолуң атыңды байлатпадың? Түндөтөн бери балам эмне болду? 2 бутту айбан бар, 4 бутту жырткыч бар. Аларга балам жем болдубу? Арам өлгүр атыңды кармайын деп, жалгыз балам жок болдубу? Эгерде балам жок болсо, сенин жаныңды тим койбоймун. Есеп жеткиз малыңды баламдын чыпалагына теңебеймин. Баланын бактын билбеген кубаш, тап баламды. Карганып, шиленип, ара кеткен Begimcan'дын улуу сөздөрүнө Жақып аябай ыза болду. Канча байлыгың болсо да, балалуу болбосоң, баарынын бир тыйын боло турбайбы бакта? Эч нерсеси жок, итке минген томояк аялдын айткан сөздөрүн карачы. Баардык дүйнөмдү баласынын чыпалагына теңебейт имиш. Жашабагы. Демек, ушунча байлыгым
Bunun manka balasına тең келбей турбай bu деп ызасына шыдабай қалтырап тіреді бай. Бейжай алдын артынан барып, башын жарып, тілін суырып алғысы келіп, жақып, өзін өзі тоқтатып, ачусын басты. О дейсің, bu дейсің, бірақ бұл оңғардың сөздерінде шындық бар. Мойнын алды күнөсін бай. Жалғыз баласы үшін құрған ене күйіп пішіп жатпай ғой. Қызматшылары мен тоқолымның наза өтті. Ошылардың бір атымды байлап қойса, үшінші ызычу жоқ әлі. Деп Жақып hem қызматшылары менен бақты өлөткө ачуулана баштады. Бұл эшектердин айынан ушунча залуу бул сөздөрдү угуп жемеге калдым. Кой, мынтип кейип отурбай, иширбай электе, мен деп айтабайын деп, бай бир койчунун коңур күрөң атын сурап алды. Түндөсү суукта үшүп калбайын деп, ал үстүнө жылуу төбө чепкенин, башына эски ак калпагын, буттарына қалың киіз байпақтарды, қызғылтымча қойын киіп, атқа минип жолға шықты. Айылдан шығып, баланы қайдан іздешін білбеген абышқанын башыман болды. Атым қайды кетті екен, ойланды Жақып. Меңдібай балалық қылыптыр. Ол болса анын тынаны атыма қайдан жетсін? Тек өз аман болсын. Егерде жыртқыштарға жем болсын, же кіші қолды болып өлсө, Бегімжан мені сол қойбайды. Қақағанға мұштаған болып, күні бойы чайытты ашық болған асмандың райы бұзылып, кешке жуық аябай нөшірліп жаңбыр жая баштады. Су болып, нардай боздап, қаңғырап, айталада меңді байлап, заңғырап, барқыра ойлап жүрген Жақып бай салқын буын өзенін тоқой, таш қойбой, түні менен бүт қарап, еш жерден баланы таппады. Таң атқанда ақ өтек деген аралдан өтіп, ары жағында шер тоқойға жақындағанда түске жақын анын алдынан туу чынақ шықты. Анын үстіне ақ жол болсын терекші жауып тұрғанын көрген Жақыптың ақылы жаңылып кетті. Баланы жол салған ұқсайды. Қорққаннан төбе шашы тик тұрды байдың. Башыма мүшкіл түсіп, барекетке қалып тұрмын. Жолбас баланы жеп жатқанда жетік мерген атып, атынан тағанып алсын деп, атыма тере жапқандай. Өлген баланың бейжайы несі, емитерімді тескері сейрейді. Атталып, ойға санасы санға бөлінген, заманасы туырылған Жақып, айылына қайтарған болғанды, тоқойдан еш нәрсе болғандай күлімсіреп, құнанын теміне мініп, толық жүзі нұрланып, ақ қалпақшан, қара шепкенің жазы құрменен байлап алған Меңдібай шыға келіп салам берді. Баланы тірі көргеніне шенбей, Жақып таңдан ұрқады. Ой, Меңдібайсың ба? Оба, менмін. Құдайға шүгір, аман екенсің. Қуанышын жашыра алмады абышқа. Сағайым не oldu? Түні бойы қайда жүрдің? Аба, деді күлімдеген Меңдібай. Балам жоқ деп күлмейлайсың. Өзіңнің 40 балаң бар тұрбай. Үмне дейсің? Оз açılacak. Қайдағы 40 бала? Азыр айтып беремін. Кеше илап, үйіңе кіріп кеткенден кейін байланбай қалған атын біраздан кейін қашты. Авамдың атын қашты, қойбойын деп, құнанды миніп, аны қудым. Көп қашқан болса артқа қайтайын дедім. Себеп бұл чынаға құнанын жетпей тұрғанын түсіндім. Bir belді ашқандан кейін аттың анша қатты қашпай, тоқойға жақындап қалғанын көрдім. Аға кіріп кетсе, табу қиын болады деп, құнаны менен жертіп, атты қармайын деген мұшты оқия болды. Қандай оқия? Қайдан жайдан келгені белгісіз, арғымаға атчан 40 бала Манаста ұран шақырып, тоқойдан шығып, туу чунақты тиіп кетті. Үркіген ат тоқойға келгенде алдынан жолбарыс шықты. Туу чунақ жаналы қалбай қашқанда, жолбарыс қуып жетіп, арылдап шабарда, атыңыз қайырла қалып, жолбарысты тепті. Аға удалаш 40 баланы бірі қолында күрсімен жыртқышты башқа чапты. Кимисінен өлді жолбарыс, аны дағына көрбей қалды. Бірақ анын жан бергені чын болды. Жанағы бала жолбарыс сойып, терісін сыйырып, туу чунаққа жапқандан кейін балдар мені тамақтандырышты. Балдарға апам мен ұрышап, үйге кетемде, не айтпадың, тентектісі, жемеледі баланы. Жақып, сенің айыңынан апаң түнеменен ұқтабай шықты. Айттым, ава,
күнөөлө башышып битмеди. Бирок өздөрүн биз 40 жылденбиз деп таанышышкан балдар мени кое беришпей түнү менен ойнодук. Таң атканда токойдон чыгарып коюшканда артка кылчайып карасам, мени узатып келе жаткандардын бири жок. Токойго сиңип кеттиби же кайра асманга чыгып кеттиби түшүнбөй калдым. Бай Жакып, атаке, 40 балаң мында жүргөн соң балам жок деп арман кылганың жарабайт. Жакып балам сөздүн чын же калп экенин түшүнө албай, ага таңдана карады. Балам, бекер айтпа. 40 бала түгүл менде бири жок. Шылдыңдап мени мазак кылба. Эми жүрүүңө. Сенин айыңдан энең бизди түнү менен уктатпай артча салды азапты. Жок аба, жооп берди Меңдибай. Мен сизди шылдыңдаган жокмун. 40 балаңды өз көзүм менен көрдүм. Жакыптын башы өтөрмөн болуп. Балага ишенбейин десе, туучунака Жолбордун териси жабылып турат. Ишенейин десе, Меңдибайдын айткандары жомок окшоп жатат. Башкысы бала аман калыптыр. Калганына башымды оорутуп, эмне кылам деп өзүнчө ойлонду Жакып. Меңдибайды аман эсен энесинин колуна тапшырайын. Анын сөздөрүнүн чындыгын убакыт өзү көрсөтөт. Түндөсү көзүмө көрүнбөстөн атакелеген баланын үнү угулду. Оор үшкүрдү Жакып. Коркконумдан жүрөгүм алкыма апкарып келип тыгылды. Эми болсо сен мени эрмек кылып жатасың балам. Мага Кудай баланы берсе, казынасы канча көп, кемип андан калабы? Жүр балам, үйгө баралы. Жакып менен бала бир нече саат жол жүрүп, үйгө барганда байбише менен Бактөөлөт аябай сүйүнүштү. Бир аздан кийин көл шал тер болуп чуркап келген Бегимжан баласын аман эсен көрүп, кургундун коюну жашына толду. Туучунак үстүнө жабылган Жолбордун терисин көргөндө анын эши чыгып, коркконунан денесин калтырак басты. Эшикке түндө чыкпаган, жаткандан турбай түшкөчө эрикпестен уктаган, сен талаага эмне жаттың деп ачуу сурады ал Меңдибайдан. Бул Жолбордун кантип аман калдың? Башын чылкыйткан бала болгон окуларды кайрадан айтып берди. Сен чын айтып жатасыңбы? Таңдан ышкадандан Бактөөлөт. Айтканымдын баары чындык, ыза боло жооп берди бала. Чоңдор айтканына ишенбей жаткандыгына, Меңдибайдын капа болуп жаткандыгын түшүнгөн Жакып мыйыгынан жылмайды. Көдөк бала турбайбы? Болушту балага бай. Мен анын айткандарына ишенем. Ал калп айтса Кудай урбайбы? Бул бир көз боочудай сыр болду. Алла Таала кечетеден бери бизге белги берип жатат. А дегенде эки катыны менен жакшы түштөрдү көрсөк, кийин кулагыма баланын сөздөрү болду. Меңдибай болсо 40 балам тууралуу айтып жатат. Эмне кылсак? Бай, айтканды кылып тырышпастан малды союп той бер. Кайрадан сунушун кайталады Бактөөлөт. Макул, жооп берди айласы курган Жакып. Түштөрүңүздү жогорутуу үчүн той берейин. Бирок силер айткандай 80 байтал сойбоймун. Калмактан жылкы куугандай, катыным эркек туугандай, же Кытайдан черүү келгендей, кызыл ала кыламбы, кырдан 42 аткан мергендей. Ошондуктан 9 кары бер, 90 кары кой, 7 уй, 2 төө союп, тойго Акбалта бийди Дамбылдааны Бердикени чакырып, түштөрүбүздүн жандырмагын аламы. Мына, урматтуу жолдоштор, бүгүнкү биздин убактыбыз дагы соңуна жетти. Эми силер ушу мен айткандай бул каналды башкаларга да сунуштап айткыла. Өзүңөр дагы эгер бул китепти толук бойдон окуй үзсөңөр, анын электрондук вариантын Эпос-Монос сайтынан алып, сатып алып окусаңар болот. А эгерде муну китеп түрүндө алышкан болсоңор, кагаз түрүндө алышкан болсоңор, анда мага кайрылсаңар, же китеп дүкөндөрүнө кайрылсаңар, ошол жерден бул китептерди сатып алсаңар болот. Эми көрүшкөнчө саламатта болгула.